Өткенде менен біреу сұрайтты, сіз музыканы қалай жазасыз дейді. Лоджикпен ба, жоқ сонармен ба, қаяқта бір профессиональный программаларды айтады да. Мен айтып атым, жоқ, бесплатный программаның өзі қазір көп қой, жетіп жатыр. Соның бірі жағы LMMS. Оның алдында бір жағы сонардың бір бесплатный болатын, сонымен көреді, бесплатный. Қазір ол платный болып кетті. Ал енді көп қой. Соның ішінде LMMS-ті көрейін деп со программамен жаңағы әнді жазып көрейін. Қарап отырсаңыздар, ешқандай профессиональный программадан бір артық кемшілігі ешқандай жоқ сияқты. Әрбір дыбысты жаңағыдай өңдеп ерінбесең болды. Енді біз кішкене ерінеміз ғой енді. Ал енді ерінбейтіндер жаңағы әрбір дыбысты жаңағы плагинмен арқылы өңдеп өйтіп етуге болады екен. Ал енді оған ешқандай, мысалы менің музыкальный нем жоқ, жаңағы нотада хабарым жоқ. Тек ақ клавишпен ойнаймын, жаңағы қара клавиш дегенді білмеймін енді. Соның өзінде музыка жазуға керемет болады екен. Соның бірі мысал ретінде, мысалы Алматы түні деген бар ғой енді, баяғы біз кезіміздегі жасап көргенім ғой. Енді әрбір дыбысты өңдеу керек енді, оған енді отыру керек оған еді. Соның өзінде қарап отырсаңыздар, профессиональный программадан артық кемшілігі де жоқ. Бұл қай уақытта керек? Мысалы, сендердің өздерінің туыстарының арасында, достарының арасында, жаңағы той томалақтардың арасында жаңағы өлең айтып, жаңағы да туыстарың мен достарыңды қуанып тұруға болады, былай қарап отырсаңдар. Обязательно жаңағы 5-10 мыңдық жаңағы программаларға сүйенбей, профессиональный студия емес, осындай мынандай жаңағы қазір көрсетейін. Міне мынандай ноутбугың болса болды, мынандай жаңағы LMS деген программа, міне ішінде жаңағы мынау әлгі дорожка аудио, мынау әлгі инструменттер. Былай қарап отырсаңыздар, тиын де төлемейсіз, бесплатно жаңағы жүктеп аласыз да. Болды, әрбір инструмент, міне жерде жаңағы пресеттердің өзі, міне жерде өңкей міне. Қанша пресет, енді басын қатады. Соның ішінде өзіңе ұнайтын бір дыбыс аласыңдар, қондырасыз. Мына көктің бәрі жаңағы ударный инструмент дейді, жаңағы барабандары. Осы программаны жүктеп алып, жаңағыдай өзіңе тиісті туыстарыңды, жаңағы нелеріңді қуантыруға болады. Соған жаңағы мына қазір жазғаным Алматы түні ғой, соны тыңдап көріңіздер. Жұлдыздар жерге жақында байланып қалған секілді қаз-қатар өскен тубақ ойланып қалған секілді. Алматы түні, Алматы түні, ұйқымды мені ойлады. Алматы түні, Алматы түні, мен болып жырлады. Алатау анасын лағылдан сәукеле киіп тұр үнсіз, ұқсайды көше ағыныға. Алматы
малға кешкі